Қайырлы күн, достар. Бүгін аттестациялаудың тест сұрақтарын талдауды ары қарай жалғастырайық. Тағы да 10 сұраққа назар аударыңыздар. Ең алғашқы сұрақ бұл берілген реакция тұр. Күкірт оксидінің концентрациясын 3 есе арттырғанда реакция жылдамдығы қандай болады дейді. Бұл жерде сіздерге берілген реакция бойынша формула арқылы көрейік. Бізде жылдамдығын анықтау үшін константа С бөлінген Т көбейту жылдамдық. Енді бұл жерде біз С-ны табу үшін С2 минус С1. Осы формуланы қолдансаңыздар болады. Осы формула арқылы табуға да болады. Немесе константа С 3 есе деп тұр ғой, 3 есе және С 1. Болмаса осы формула арқылы табуға болады. Мен есептеп көрдім. Жауабы бізде 9 есе арттырады дейді. Жауабы Д болады. Түсінікті? Екінші сұрақ. 16 грамм аммоний нитратын алу үшін қажетті аммиактың массасы мен көлемі. Алдымен реакцияны жазып өтейік. Аммиактың HNO3 қосу аммиак NH3 алынады жаңағы NH4 аммоний нитраты NO3. Бұл жерде пропорциямен есептейсіздер. Маған сәл ыңғайсыз болып тұр жазуға. Пропорциямен есептегенде мынау берілген массасы бізде 16 грамм, ал молярлық массасы аммоний нитраты 80 грамм моль болады. Ал HNO3-тің массасы 17 грамм моль болады. Мына төбесіне X қоямыз. Немесе керісінше. Бізге аммиак қой. Керісінше. Сонда X табу үшін мына мен мынаны көбейтіп 80-ге бөлесіздер. Түсінікті? 17-ні 16-ға көбейткенде және бөлген 80-ге тең болады 3,4 грамм. Бұл бізде Д жауабына сай келіп тұр. Міне. Ар жағы объемды есептемесеңіздер де болады, себебі 3,4 грамм басқасында жоқ. Солай біз тез реакция арқылы оны тауып алдық. Келесі берілген реакциядағы тотықтырғыш алдындағы коэффициент. Бұл енді оксидативно-восстановительный реакция, тотығыздану реакциясы. Бұл реакцияның алдында жаңағы тотығыздарды анықтаған кезде бізде көпірімнің алдында 3 тұрады. HNO3 сұйытылған түрі 8 болады. Көпірім NO3 екі жерден бізде 3 болады. Судың алдында 4 болады. Оның алдында 2 болады. Енді тотықтырғыш бұл бізде HNO3 8. Демек жауабы С болады. Келесі сұраққа мән беріңіздер. Зат құрамындағы химиялық элементтердің және олардың сандық құрамын анықтау әдісі. Функционалдық талдау, молекулалық талдау, хроматографиялық талдау, фазалық талдау, элементтік талдау. Зат химиялық элементтердің сандық құрамын анықтау әдісі. Элементтік талдау болады. Элементтердің деп тұр ғой. Себебі. Жауабы Е. Түсінікті? Бүлдіргіш деген мағына беретін галоген, бром, фтор, фосфор, хлор, ацетат. Бұл бізде фтор болады. Жай ғана бар жаттап алыңыздар.
ыңғайлысы сол. Қай металл қандай мағына білдіреді, бұның бәрі кітапта кездескен. Кез келген мұғалім оны кездестірген деп ойлаймын. 224 литр брометан алу үшін жұмсалатын этил спиртінің массасы. Бұл жерде де реакция жазып өтейік. Мен сіздерге қазір брометанды этил спиртінен алу үшін С2H5OH қосылған H бром. Мына жерде бізде реакция бөлінеді. Мына жерде сонда бромды өзіне тартып алады. Сонда С2H5 бром плюс H пен OH су түзеді. Осы жерде брометанды 224 литр. Бұны енді сіздер қалыпты жағдайда есептеулеріңіз керек. Ол үшін жаңағы берілген формулалар бар. Қалыпты жағдайда ВМ болады, ал енді осыны тауып алғаннан кейін бізде В белгілі, ВМ бізде 22,4 литр. Одан кейін енді көптестер осы брометанның молярлық массасына. Мына енді тауып алғаннан кейін осында қоясыздар. Түсінікті, реакция бойынша жаңа қалыпты жағдайға тең келіп тұр. Ешқандай да алдында мольдар жоқ, константа жоқ. Сондықтан сіздер тез есептеп аласыздар. Бұл жерде мен есептеп көрдім. Жауабы қазір айтам. Жауабы Е болды. Түсінікті, ол да қатты қиын есеп емес. Келесі галоген алқандардың полярлы еріткіш қатынасы гидратациялау арқылы біріншілік спирт алудың механизмі. Е1, SN1, Е2, SR, SN2 болады. Бұны да кез келген мұғалім біледі деген ойдам. Өте қатты қиын сұрақтардың бірі емес. Көп кездестіріп жүрген сұрақтардың бірі. Зеленский мұнай құрамындағы заттар бензол алуға болатын дәлелдеді. Не нәрседен? Циклопропаннан, циклооктаннан, циклобутаннан, гексаннан, циклопентаннан. Циклогексан, бутан. Так, бензол алу үшін циклогексан S5 болу керек. Мен ойымша осылай. Тексеріп көріңіздер. Дұрыс жауабы Д болады. Мынау қайталанып тұр. Сұрақ. Сынап тұздары қатынасында ацетиленге судың қосылуы нәтижесінде түзіледі. Бұл жерде де реакция жазу керек болады. Ацетиленге суды қосқанда этанол, альдегид түзеді. Енді өзі ацетиленде С2 ғой, сондықтан этанол болады. Бутанол, метанол, пентанол, оның барлығы альдегид, бірақ та С2 болғандықтан этанолды таңдаймыз. Келесі негізді қасиеті жоғары қосылыс. Диметиламин, анилин, дифениламин, триметиламин, метиламин дейді. Так, негізді қасиеті. Қайсынан қайсы жоғары? Триметиламинде жоғары болады. Ең үлкені осы болып тұр. Ди ол кіші, метил тоже кіші, анилин ол бөлек. Бізде триметиламиннің методом отбора дейді, керек еместерін аптысайсыздар. Мысалы, мынау сай келмейді, мынау сай келмейді, мынау сай келмейді. Ең соңында қалып тұрған триметиламин. Негізі логика бойынша солайда тесті шығарып алсаңыздар болады екен.
түсінікті, иә достар. Осымен біз бүгінгі 10 сұрақты талдадық. Көбінесе есептер болды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Онлайн арнасы, мен Назерке Әлбекқызы. Қош